Сенің сұрақ қоя беретін родной. Родной на уне? Родной на уне? Мал соядым. Наға мал өле ма? Ой, біле. Ой, біле өле ма? Родной на уне? Ит қой, ит. Сонда бұл қау бола ма? Ой, біле. Қаппай ма? Родной ана мәмесінен сүт шыға ма? Жоқ, пиво шығады. Күшті ғой пиво ма? Родной мынау кальян ба? Жоқ, құман ғой, туалетке апарадым. Сонда туалетте кальян шеге ма? Ой, біле. Шекпей ма не? Нойна ит қаба ма? Қаппайды. Қолың жеп қоя ма? Сосын қарны тойып қала ма? Иттер осыра ма? Родной сонда талда балон өсе ма? Ой, біле. Өспей ма? Жапыс қалған ба? Қимылдай ма? Тал өзі шығарған ба балон? Енді талдың 4 дөңгелегі бар ма? Талдың моторы да бар ғой, талды еске. Леха, братан ғой, Леха. Бұр осындай латокқа, короче, біреу қызмен, анамын шаңқызып қызмен қосып латокқа, иыққа салам, қада жерім ғой, короче. Сөйтем да, та 2-3 дос баласы ләтемен, олар та пырт-пырт қада жерім, лебән кетіп, бәрін жатқызып тайым. 1 сағаттан кейін ба қарасам, латок толып қалған ғой адам ғой, короче. Братан, сен мектепте ағай тұрды дейді ғой, 10-ші класста ғой, короче. Қыздардың көзінше сыныптан шығып кетіп бәрі анау дейді маған. Ема жынданып кетем да. Жүрші сыртқа деп есіктен шығарып аламын. Жаққасына сән кетіп ұзыннан құлайды. Есіктен ұзын арғай қайтып кетесің сол. Қыздардың арманы оған дейді ғой. Смело. Как раз 10-11 оқып жатқан кезде F4 шығып жатады ғой. Мен өзім көчемпем қасыма жаңағы Бақалөк, Саканай, Ташпай бәрін жинап алған ғой. Қыздарға не қой шашты қайырып шоуға бір қызбен кездесуге барамын ғой. Кіребес жерде бұқалар күтіп алады ғой мен, типа сол алдын бұқалар. Кім қоя сал деймін ғой. Қоймайды. Түсемін да Жигулидің артынан жем шөберін алып алдына тастап кетемін ғой. Кәдімгі бұқалар ма? Кәдімгі бұқалар бар арқанда қойған. Просто сіз болса өлтіріп жібереді. Сенің чорт братаның. 2005-терден шапалақ жеп қалыпсың ғой сен? Шапалақ жеген. Жеп қалдым конкретно. Бүйтіп әңгіме айтып тұрмын. Бүйтіп қарап қойдым, нечаянно шақ етіп бөрді. 15 баласы тұр, просто ұрайын десем. Кешкісін үйіне барып едім, братанымен шықты да, тағы шапалақ жеп қалдым ана жерде. Сөйтіп байтақ айтты заттарды жинап ауылдан көшіп кеттік. Інім двордың алдына шығып келе жатамын ғой. 3 здоровый мужик тұр екен. Бергеш деп. Ей, в смысле бергеш деп қасына бардым да, портмені, телефон, ақша-пақша бәрін бердім де, не ал деп кетіп қаласың ғой. Жаман қағаз. Еске айтып, үндемей қалды. Дәң кетіп, беті бет ішіне кіріп кеткен ғой. Ойбай, жаман ұрып жатыр екенсің да. Жоқ, менің бетім кіріп кетті ғой. Врачтар екі жағымнан қысып бетімді әрең шығарып алды. 1 ай ма, 3 жылдай ма жаттым. Сен ана 2005-те қайраттан жеңіліп қалыпсың ғой разындарыз. Жеңіліп қалған. Бүкіл ауыл айтып беріп отыр маған. Просто мен төбелесейін десең, шын ертең ағасын шақырып келеді, артынан батясы келеді, артынан атасы келеді, үлкен кісілерді әуре қылмайын дедім. Ешқашан бір-бірімізді тастамайық, бауыр емес, өстіп күшті болып бірге жүрейік. Дұрыс айтасың. Тудаш аман алқаш па? Саспаңдар, нормально жаңа біргеміз деп айттық қой. Блять, наебщик. Жаңа ғана бір-біріміз тастамаймыз деп жатырық қой. Қорқып кеттік қой енді просто. Енді не істейміз? Хотя планың бар ма енді? Немен бүйте бересің? Айт, ол киді алып. Білдің ғой? Кішкентай кезіңде. Бүгін сен үйіңе қонайын, я? Өткенде семей үйіме қоны. Кәдім мамадан сұрап қой. Мамадан сұра, я? Мен сен үйіңе қонам. Папа, Азамат үйге қонсын. Қоя, қонбайды, өзің үй жоқ па, кесін ал. Отағасын емен. Жабылсын да, кейін өзіра. Кинодағы жағдайлар бедік басымдан өтсі. Ғимаратта ешкім тірі қалмады ма, Локи? Жоқ, басеке. Мына біреу жатқан ше? Тексеріп көрейік.